Ел Терекбайұлы, есіңізде болса, өткен жолғы жер қойнауын пайдалану жөніндегі заңға өзгертулер енгізген кезде, осыған ұқсас, дәл осыған ұқсайтын сұрақ болды, есіңізде ме? Сонда мен оған қарсы болдым, оның соңында Альберт Павлович қолдаған жоқ, премьер маған көмектескен жоқ, мен президентке барып тоқтаттым. Администрация президенті комиссия құрып, сол комиссияда дәлелдедім, дұрыс емес екендігін. Мен қазірде мына қаралып отырған нәрсеге категорически қарсымын, тікесін айтайын. Мен Недропользовны 20 жыл басқарған адаммын, бұл мәселенің бәрін біріксіздей білемін. Мына мемлекеттік интересті акционерлік ұйымға беру деген ол өте мүлдем қате. Әрине ол комитет министрліктің қарауында ол өзінің бастығынан артық шықшада шыға алмайды ақпарат. Ойлап қарағанда мына жерде мен бірінші соған байланысты мындай сұрақ қояйын деп едім. Мына жұмыс тобы, мен жұмыс тобына бұрын қатысқан жоқпын. Мынаны қай уақытта жіберді үкіметке қарауға? Және үкіметте кім берді бұны? Егер жағы берген министрлік бір үкіметке ғана берген болса, давайте мы будем разбираться с ним. С какой точки зрения он считает, что так это будет выгодно? Это категорически дұрыс емес. Бірнеше позиция бар, мен айта аламын, неге екенін. Сондықтан, мына барлығына үкіметтің қорытындысы бар деп, оны не үшін қарап отырмыз? Үкіметтің қорытындысы болса, біз жасаған бәріне как будто келіскен сияқты. Мына үкіметтің, мынаны беріп отырған үкіметтің адамы, ол үкіметтің жағдайын ойлайтын кісі емес. Өте дұрыс емес нәрсе, категорически ошибка өте. Так, Бақтықожа Салиханұлы, бұл қазір таныстырым жүріп жатыр. Әлі жұмыс тобын бастаған жоқпыз. Жұмыс тобында сіз де барсыз, мен де бармын. Бұл мәселені біз микроскоппен қараймыз. Сондықтан сұрақ қоясыз ба, Бақтықожа? Сұрақ бар ма? Конкретный сұрақ? Мен сұрап отырмын ғой. Мынау рабочий группа, қай уақыттағы рабочий группа жіберді үкіметке? Қашан? Үкіметке запрос, когда был сделан запрос на имя правительства? Когда? Автор разработки. Когда? И кто ответил, вот, кто, с кем согласован это, с каким министерством, с каким министром? Я хочу потом разбираться. Я доведу потом до конца. Вы имейте в виду, я не угрожаю, но это будет очень неприятно. Уважаемый Хаджал Сахалдинович, презентация – это ответы на вопросы. У нас есть депутатская этика. Когда отправили? Нет, подождите. Ну, когда я отвечу. Когда? Октябрь прошлого года. Когда прошлого года? Я с этого начал сегодняшний. Не были рабочей группы. Какая рабочая группа отправила туда? Не, подождите. Это инициативный законопроект. Идите, господи. Извините, пожалуйста. Мы сейчас собрались в рабочую группу, начали обсуждать, и вы подставляете перед фактом, что этот вопрос с правительством согласован. Естественно. Просто хотите ставить перед фактом. Я же с этого начал, что заключение мы ждали полгода, поэтому заключение правительства дало. Какая рабочая группа отправила запрос? Какая рабочая группа отправила запрос? Я в прошлом году был депутатом. Без моего ведома все делаете очень неправильно. Я знаю почему. Даже я знаю, кто лоббирует вот это интересы. Хотите, назову? Окей. Смотрите, это инициативный законопроект. Еще раз повторяю, каждая поправка со ссылкой на поручение президента. Поручение президента сделать все законно в интересах государства. Президентам это не надо играть. Это очень серьезное. Это очень серьезное обвинение. Меня нельзя уличить в нарушении интересов государства. Депутат Измухамбетов, депутат задал вопрос, я хочу пояснить. Бақтықожа Салиханұлы, бұл жаңа заң жобасы, рабочий группа болған жоқ. Зачем правительство дает заключение? Не, былай ғой, бұл жерде инициативный заң, инициативный депутаттар заң дайындаған, инициативный законопроект. Бұл жұмыс тобы әлі басталған жоқ, жұмысы жасалынған жоқ. Жұмысқа енді алып жатырмыз. Бұл Елдер Павлович, кешіңізші. Мен бәрін келсем, бірінші рет қарап отырмыз ғой. Неге онда үкімет біз қарамай жатып дает заключение? На основании какого запроса? Бұлар бізге мәжіліске әкеліп кіргізді заңды жобасын, енді біз қазір талқылаймыз. Жоқ, неге үкіметпен жазылып тұр ғой бұл жерде? Согласован уже үкіметпен жазылып тұр ғой. Енді бұл как это может быть согласовано, если рабочая группа не рассматривала это? Нет, законопроект подготовлен и направлен правительству. Они Кем направлен? Авершиным и РАУ. Они инициировали вот этот законопроект, отправили. Они инициаторы. Они инициаторы. Не этот правительственный закон, это инициативный закон. Они подготовили, направили правительство,
Они отправили обратно в Мажилис, согласовав, и сейчас мы разбираемся. Сегодня первая презентация. Дальше рабочая группа будет работать. Если Я задал вопрос, кто дал заключение? Я задал же вопрос. правительство, Кто это в лице правительства? С чьей подписью? Премьер-министр дал? Когда? К чьей подписью? Нынешний премьер? да, Да? Хорошо.